Жалпы қай кезде автокөлікке барып отырдыңыз сонда сіз? Ештеңе көрмесеңіз, ештеңе естімесеңіз. Сол мылтықпен атылған сәттен кейін бір 2 минуттан кейін мен сол кабан машинасына отырдым. Содан кейін где-то 5 минуттан кейін шығып ұлдарға айғайладым. Одан қайтып машинаға отырдым. Жақсы. Ол оқиға болған сәттен кеткеннен кейін жаңа айттыңыз, иә, машинаның қасында пышақты жуған, яғни дизель құйып бердім деп тұрсыз Шынасылдың қолына пышақ жуу үшін. Неге сол сәтте болмасын, неге сіз шара қабылдамадыңыз? Көріп тұрсыз ғой пышақ жуып жатқанын. Я көрдім, мен ол кезде ондай жағдай өмірімде болмағаннан кейін біреуінде мылтық болса, біреуінде пышақ тұрса, мен қорықтым, 102-ге звондауға қорықтым. Пышағы бар, мылтығы бар адамдармен жүруге қорықпадыңыз ба? Енді мен артық движение істесем, маған біреу ілесіп саймай деген қауіп болды. Не үшін ондай қауіп болды? Соттаушылар сізбен жүрген кезде сізге қысым көрсетті ма? Ондай қауіп төндіретіндей қауіп төндірді ма жалпы ондай? Жоқ, ондай қысым көрсеткен жоқ, бірақ мен оларды көптен танымаймын ғой. Мен олармен сол кезде араласқаныма өзі бір где-то бір көпте болған жоқ негізінде. Өте көп араласқан жоқпыз. Мен оларды жақсы таныған жоқпын ешқайсысын. Көп араласпасыз, бірақ сол кезде кафеге шақырған соң барғанбыз, иә.